Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым. Бүгін үлкен отбасыға арналған бюджетный творожный пирогтың рецептімен бөліскім келіп тұр. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, өте керемет болып шығады. Каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер. Алдын ала ұнымызды електен өткізіп аламыз. Описанияға қанша грамм екенін жазып қалдыратын боламын. Енді осында сары майымызды салып, қолдың көмегімен немесе терканың көмегімен осында крошка жасайтын боламыз. Енді осының үстіне шым-шым тұзымызды саламыз, сосын қантымызды саламыз. Оның үстіне бір шай қасық разрыхителімізді салып, жақсылап бірінші құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Енді осында қасықтың көмегімен шұңқыл қылып, үстіне қаймағымызды саламыз. Сосын 3 жұмыртқаның сарыуызын салып, жақсылап араластырамыз. Қолдың көмегімен қамырымызды елеп, қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Осы қамырымыз еліп болған соң пакетке салып, холодильникке сала тұрамыз. Қамырымыз әдемі тынып тұруы керек. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Бізге начинкасына творогымызға қантымызды саламыз, сосын 3 жұмыртқаның ақуызын саламыз, сосын 1 жұмыртқамызды жарып саламыз. Енді осыны барлығын блендермен немесе вилканың көмегімен жақсылап езіп аласыздар. Егер блендерларыңыз жоқ болса, вилканың көмегімен де езсеңіздер болады. Енді тұнып тұрған қамырымызды екіге бөліп аламыз. Бір бөлігі, үлкен бөлігі астына, кіші бөлігі үстіне әсемдеу үшін қолданатын боламыз. Енді қамырымызды жаямыз. Пергаменттің қағазының үстіне осылай формамызға жайғастырып шығамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып аламыз. Енді начинкасын салып, үстіне кішкентай қамырымызды жайып, осындай бөліктерге бөліп, үстіне әсемдеу үшін қолданатын боламыз. Достар, осы видео рецепт сіздерге ұнап жатса, менің каналымда тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Видеоның астында поделиться деген батырманы басып, әпке сіңлілеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осымен дайын болған пирогымызды 180 градуста пісіріп аламыз. 30 минутта піседі. Әркімнің пеші әртүрлі болып шығады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.